Семейлік тұтынушылар электр жарығы мен жылу үшін төмендетілген тарифпен төлемейді. Оған қоса азаматтарға коммуналдық қызметтер үшін негізсіз көтерілген мөлшерде түбіртектер келуде. Бұл туралы қаламызда өткен тұтынушылар құқы мен бәсекелестікті қорғау және табиғи монополияларды реттеу бойынша департаменттің жетекшісі Қайрат Оразбаевтың азаматтарды қабылдау барысында айтылды. Сала басшысы тиісті коммуналдық қызметтерге көтерілген мәселелер бойынша нақты тапсырмалар берді. Семейліктердің облыстық монополияға қарсы ведомство жетекшісіне деген сауалдары жетерлік. Солардың бірі Шығыс энерготрейд мекемесінің түбіртегінде 3 тарифтің көрсетілгендігіне жауап таппай жүрген Хабаркелді Айтанов. Зейнеткердің есептеуінше, ол киловаттына 98 тиын мөлшерінде артық төлеп жүрген көрінеді. Ал оны анықтау үшін мекеме басшысына жолығуы мүмкін емес дейді ол. На пенсии живем. В первую очередь мы стараемся все. Зейнетақыға өмір сүреміз. Бірінші кезекте барлық коммуналдық қызметтер ақысын төлеуге тырысамыз. Соның өзінде тонайсыңдар. Оларға барып анықтайын десең, күзетші тұрады. Кімнен сақтанасыңдар? Бізден бе? Абоненттік бөлімдегілер ештеңе түсіндіріп бере алмайды. Маңызды деген сұрақ туындаса болды, Өскеменнен сұраңдар дейді. 2019 жылдың 1 қаңтарынан электр жарығы үшін тарифтің төмендетілуі 6,5% құрады. Яғни енді тұрғындар үшін орташа баға 1 киловатт үшін қосымша құн салығын қос есептегенде 10 теңге 88 тиын. Ал қолданыстағы 3 теңгелі тарифке қатысты Шығыс энерготрейд мекемесі өкілінің жауабы сенім тудырмады. Өз кезегінде тұтынушылар құқы мен бәсекелестікті қорғау және табиғи монополияларды реттеу бойынша департаменттің жетекшісі азаматтың артық төлеген ақшасын қайтару туралы нақты тапсырма берді. Сегодня прям запишите, адрес возьмите все. Бүгін мекен жайын барлығын жазып алыңыздар. Барлық түбіртектер бойынша жұмыс жасаңыздар. Егер сіздердің тараптарыңыздан болса, артық төленген ақшалардың барлығын қайтарыңыздар. Менің бақылауда ұстайтынымды естен шығармаңыздар. Жылу энергиясы үшін есептеу жүйесіне қатысты да тұтынушылар арасында түрлі сауалдар туындауда. Поколение қоғамдық бірлестігінің мүшелері коммуналдық қызметтер тарифін үнемі бақылайды. Есептеулер барысында олар кездейсоқ артық гигакалория үшін де есеп ұсынылатындығын анықтаған. Нәтижесінде жалпы артық төлем мөлшері 40 мың теңгені құраған. Никак мы не можем понять, почему. Біз біреулердің өз қолдарымен қосымша гигакалорияны жазып қоятындығын түсінбейміз. Есептеу құралы бар. Неге қосымша 100-ден астам гигакалория есептеледі? Ол ақша ғой. Облыстық монополияға қарсы ведомство жетекшісі жылу инспекциясы өкілдеріне қайта есептеу жүргізуді тапсырды. И сегодня Бүгін Семей қаласы бойынша тарифтерге қатысты өте маңызды мәселелер көтерілді. Ол негізінен жылу мен жарықпен қамтуға қатысты болды. Көтерілген мәселелердің барлығын бақылауға аламыз. Бір апта ішінде табиғи монополиялар субъектілерімен бірге толықтай жауап береміз. Қандай да бір қателіктер мен кемшіліктердің барлығын жоямыз. Кездесу соңында Қайрат Оразбаев тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізудің қажет екендігіне тоқталды. Сондай-ақ түбіртектерде коммуналдық қызметтер үшін төлемдерді ғана көрсетіп қоймай, ұсынылған қызметтер тарифінің қанша пайызға төмендетілген туралы ақпарат беру керектігін атап өтті. Эльмира Жүсімбекқызы, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы.